Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге күн салқын кезде дәл осы сорпаны жасап жүруге кеңес беремін. Жасалуы өте оңай және қорытылуы тез. Сонымен қатар видео барысында сорпаңыздың дәмді болатын тағы бір фишкасын айтатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен тауығымызды пісіріп аламыз, көбіктерін алып тастаймыз. Үстіне 2 шай қасық тұз салатын боламыз. Етіміз пісіп жатқан кезде ішіне қосатын картошка сәбізімізді ірі бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Менің каналымда өте оңай және жасалуы тез тағамдардың рецептісін көре аласыздар. Мінекей біздің тауығымыз пісті. Піскен тауығымызды бөлек ыдысқа салып аламыз және туралған картошка сәбізімізді сонымен қатар болгар бұрышын қосатын боламыз. Барлығын жақсылап бір араластырамыз, қақпағын жауып, ақырын отқа қойып, ішіне қосқан картошка сәбізіміздің піскенін күтетін боламыз. Пісіп дайын болған етімізді турап аламыз, ірі бөліктерге бөліп кесіп. Одан кейін бір пиязымызды жіңішке бөліктерге бөліп кесеміз. Егер үйде ас көк болса, ас көк қосуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде пияз қосуды ұмытпаңыздар, себебі сорпаңыздың дәмінің ерекше болуы дәл осы пиязға байланысты болады. Мінекей біздің тағамымыз пісті. Енді осыны ыдысымызға құйып аламыз. Ірі етіп туралған тауық еттерін саламыз және жіңішке етіп туралған пиязымызды қосамыз, ас көкті қосамыз. Сонымен қатар қара бұрышты қосып, егер үйде кептірілген нан болса, кептірілген нанмен сіздің сорпаңыз керемет үйлесетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.